Әке Асқар Тау, отбасымның Асқар Тауы, балаларымның қамқор әкесі Тәуірбайдың пәни дүниеден бақилыққа аттанғанына 1 жыл толды. 2025 жылдың 25 тамызында өмірдің өзі өткінші екенін ұқтырып, мәңгілік мекеніне кете барды. Уақыт зырлап өтіп жатыр, бірақ саған деген сағынышымыз басылмақ емес. Тәуірбай 1956 жылы Орскі қаласында дүние есігін ашты. Бала жасынан зерек, білімге құштар болыпты. Мектепті күміс медалмен бітіріп, 1973 жылы арман арқалап Алматыға жол тартады. Талабының арқасында Алматыға оқуға түсіп, өмірде де өз орнын тапты. Одан кейін тағдыр 1983 жылы оны менімен кездестірді. Біз бірге шаңырақ көтеріп, бақытты отбасыға айналдық. 42 жыл қол ұстасып, қуанышты да, қиындықты да бірге бөлістік. Мені аялы алақанына салып, сыйлап балаларына үлгі болды. Дүниеге 3 баламыз келіп, шаңырағымыз шаттыққа толды. Балаларын жанынан артық жақсы көріп, оқытып тоқытты. Ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, бүгінде 3 рулы елмен құда болды. Балаларынан көрген тәтті немере жиендерін еркелетіп, арқасына мінгізіп еркелететін. Қазір 3 баласы да әке көрген оқ жанар дегендей, әкесі сияқты жоғарғы білімді болып, жақсы маман атанып, отбасыларының алтын діңгегі болып отыр. Отбасында 4 баланың кенжесі, қара шаңырақ иесі Тәуірбай бірге туған бауырлары үшін де Асқар Таудай тірек алтын көпір болды. Туған туыс қайын жұрт құда-құдағайдың ортасында сыйлы болып, ағайынның әрбір қуанышын мақтанышпен бөлісіп, қайғысына демеу болды. Кезінде қуанышыңды бірге бөліскен ағайын туыс, құда жекжат нағашы, қайын жұрт достар, сенің ақтық сапарыңда да бізге демеу болып, қайғымызды бөлісіп, аяқтарынан түк тұрып шығарып салды. Бұл өмірдің тым қысқа, жалған екенін, сенің арамызда жоқтығың тағы бір мәрте ұқтырды. Туу қақ, өлу қақ. Бірақ артыңда өшпес ізің балаларың бар. Алла қаласа, көзіңнің қарасы мен ағы болған балаларың қасиетті есімге ешқашан кір келтірмейді. Өйткені өзің үйреткен, өзің салып кеткен адалдықпен, маңдай тер адал еңбекпен өмір сүреді. Соған лайықты перзент болады. Есіміңді биік ұстайды деп ойлаймын. Лайым солай болғай. Отағасым Тәуірбай, өмір жалғасып жатыр. Тіршілігімізді жасап жатырмыз, шүкірміз. Ерланың мен Ақтолқының, Нұрланың мен Айбаршының, Саматың мен Гауһарайың үшін, немерелер мен жиендерің үшін сен ең жақсы әке, ең жақсы атасың. Жатқан жерің жарық, жаның жаннатта болсын, рухың пейіште шалқысын. Біз саған әрқашан дұғамызды оқып отырамыз.